сәлеметсіздер ме құрметті трейдерлер, Амаркетс Қазақстан YouTube арнасына қош келдіңіздер. Кезекті бейне сабақ барысында біз сіздерге есеп шоттан ақшаны қалай шығарып алуға және қандай шығарып алу мүмкіндіктері бар екенін көрсететін боламыз. Және енді басынан бастап айтатын болсақ, бүкіл осындай функциялар сіздің есеп шоттарыңыз, онымен қатар стратегиялық копи трейдингтік есеп шоттарыңыз, сіз жақсы білетіндей мінекей дәл осы басты бетте, яғни сіздің жеке кабинетіңізде орналасқан. Бұл жерден ақшаны шығарып алу үшін сіздер мінекей қаражат алу деген батырманы басасыздар, және төлем әдісін таңдауыңыз тиіс. Яғни лезде бұл жерде негізі толтыру сияқты таңдап алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Біз көріп отқандай, иә, мінекей көптеген мүмкіндіктеріңіз бар, көптеген шығарып алу жолдары бар. Яғни криптовалюта арқылы шығарамын дейтін болсаңыздар, мінекей 6 түрлі крипто жүйелер бар екенін көріп отырмыз. Яғни бұл бізде TRC-20 болсын, ERC-20 болсын, биткоин болсын, бүкілін қолына аласыздар. Және ең қолайлысы бұл жерде криптовалюта арқылы шығару үшін комиссиялар ең төмен болып саналады. Яғни мысал үшін бұл жерде біріншіден лимит жоқ екенін көріп отырмыз. Айтарлықтай, мысал үшін $1000 шығарамын дейтін болсаңыздар, егер карта арқылы шығаратын болсаңыздар, сіз көріп отырғандай мінекей бұл жерде максималды лимит, яғни бір транзакцияға максималды лимит бұл жерде $500. Яғни $1000 шығарамын дейтін болсаңыздар, 2 транзакциямен шығарасыздар. Онымен қатар әрбір транзакцияға сіздерде комиссия 1,8% құрайтын болады. Ал мына жерде болса $1000 біріншіден бір транзакциямен шығара аласыздар, екіншіден комиссиясы небәрі бір ғана $1 құрайтын болады. Шығару оңай. Бұл жерде мінекей төлем әдістері көрсетілген болады. Яғни сіздерде мысал үшін бірнеше криптоамияныңыз бар болса, мына жерде батырманы басып, криптоамияныңыздың мекен жайын, яғни криптоамияныңыздың нөмірін, сандарын енгізіп, қосу батырмасын баса аласыздар. Оны әрмен қарай растау қажет болады сіздерге. Дәл сондай жүйе негізі басқа криптоамияндарға да қатысты болады. Яғни TRC-20 емес, биткоин болсын, ERC-20 болсын, барлығы да бірдей. Мінекей тағы біреуін қосу және мекен жайды енгізу батырмаларын көріп отырмыз. Банктік аударылым жасаймын дейтін болсаңыздар, мінекей жаңасын қосыңыз деген батырманы басасыздар. Мына жерден телефон нөмірін енгізесіздер. Мінекей Каспий банк деген бар, қосу батырмасын басасыздар. Ол сіздерде автоматты түрде расталады. Менде бұл расталмағанның себебі, мен бұған дейін қосып қойғанмын осы Каспий банк деген әдісті. Сондықтан дәл қазір қосылмай жатыр. Бұл бізде SK Pay жүйесі арқылы. Бұл жерде енді лимиттерден бөлек бір қолайсыздығы бар. Иә, банктік карталардың ол әрине де мерзімі. Жалпы біздің регламентке, біздің ережелерімізге сәйкес банктік картамен шығарамын дейтін болсаңыздар, оның барлығы 24 сағатқа дейін өткізіледі. Яғни транзакция 24 сағатқа дейін. Енді кейбір кездерде жарты сағатты құрауы мүмкін, кейбір кездерде 10 минут болуы мүмкін, кейбір уақыттарда мысалы үшін 3-4 сағат болуы мүмкін, бірақ 24 сағаттан ешқашан да аспайды. Басқа жүйелерді қосамын дейтін болсаңыздар, тікелей картаңызға, иә, айтайық, мысал үшін сізде Каспий емес, басқа банк болатын болса, бұл жерде де оп-оңай мына жаққа батырманы басып, жаңа төлем әдісін енгізесіздер. 16 санды картаңыздың нөмірін жазасыздар, мерзімін жазасыздар. Мысал үшін 31 жылдың мамыры деп айтайық, иә, және аты жөніңізді, яғни картада орналасқан ақпараттың барлығын енгізіп, осы төлем әдісін қоса аласыздар. Бұл кез келген банкқа қатысты, бірақ ең бастысы жүйесі біз көріп отқанда Visa немесе MasterCard болуы тиіс. Каспий банк РП деген жүйесі де бізде бар. Яғни Каспий мысал үшін нөміріңіз арқылы емес, тікелей картаңыз арқылы бұл жерде де 16 санды енгізіп, аты жөніңізді енгізіп, картаның мерзімін енгізетін боласыздар. Және енді менің ойымша бұл жерде ең бір әйгілі емес жолдардың бірі ол әрине де электронды әмиян. Себебі енді көбінесе мінекей бізде
адамдар картаны немесе криптомяндарды қолданатын болады. Бірақ егер сіздерде электронды әмияныңыз бар болса, бұл жерде оның идентификаторын, яғни 12 санынан тұратын нөмірін енгізесіздер. Иә. Сондықтан бұл әдісті де қосуға болады. Жалпы есебімен айтқанда ешбір қиын жері жоқ бұның. Енді иә, біріншіден мінекей үсті жағында қай есеп шоттан ақшаны шығару керек екенін таңдайсыздар. Әрмен қарай шығару әдісін таңдайсыздар. Криптоәмиян болсын, карта болсын, немесе электрондық әмиян болсын. Және енді жалпы есебімен өз ой пікірімді айта кететін болсам, менің ойымша ең қолайлы шығару әдісі ол әрине де криптовалюталар арқылы, себебі ең төмен комиссия және әдетте жылдамырақ түсетін ақша. Жалпы есебімен айтқанда енді менің ойымда болғаны 1 сағаттан асқаны есімде жоқ. Сондықтан дәл осы орайда енді ақшаларыңызды шығарамын дейтін болсаңыздар, криптоәмиян арқылы толықтыру да өте қолайлы, және ақшаны шығару да өте қолайлы екенін айта кету қажет. Осындай мінекей көптеген жолдар бізде бар. Жалпы есепшоттан ақшаны шығару үшін барлығын қолдансаңыздар болады. Және сұрақтарыңыз болса, қуана комментарийде ол сұрақтарыңызға да жауап беретін боламыз. Осымен достар, біздің кішігірім енді бейне сабақ өз мәресіне жетуде. Назарларыңыз үшін рахмет. Егер Форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің Инстаграм және Телеграм парақшаларымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. онымен қатар Маркетс Қазақстанның YouTube арнасына жазылып, міндетті түрде хабарламаларды қосып алыңыздар. Келесі видеолар барысында кездескенше сау болыңыздар.